Ертеде бір кішкентай қошақан болыпты. Ол өте көңілді, бірақ сәл бұзықтау болған екен. Бір күні кішкентай қошақан бөлмеде ойнап жүріп, байқамай үстелді қағып кетеді. Үстел орнынан қозғалып кетіп, үстіндегі тоқаш салынған табақ еденге құлап, тарс етіп сынып қалады. Қошақан шошып кетіп, сынған табақ үшін қорқып, бұрышқа тығылып қалады. Анасы бөлмеге кіріп келіп, едендегі сынықтарды көреді. Содан кейін қорыққанынан дірілдеп тығылып отырған қошақанды көреді. Оған жақындап, анасы: «Балақайым, бір жеріңді ауыртып алған жоқсың ба? Қорқып кеттің бе? Келе қоймаған», деп анасы қошақанды құшақтайды. «Уайымдама алтыным, мен ұрыспаймын саған. Әдейі сындырған жоқсың ғой, сен әлі кішкентайсың», деп оны анасы жұбатады. Уақыт өте келе, қошақан өсіп, дамып, әр нәрсеге қызығушылық білдіре бастады. Әлемді тани отырып, ол тағы бірнеше рет кездейсоқ көп нәрсені бүлдіріп, түсіріп, жыртып, қиратып алды. Қошақан әрқашан өзін кінәлі сезініп, көңілі түсіп, әрқашан жасаған бұзық істеріне өкінетін болды. Ал ересектер оны жұбатпақшы болып: «Уайымдама, сен әлі кішкентайсың, өскен соң түсінесің», дейтін. Біраз уақыт өтіп, қошақан өсіп, ер жетті. Ол спортпен шұғылданғанды, музыка тыңдағанды және достарымен бірге өзенге шомылғанды қатты ұнататын. Жаздың бір жайма-шуақ күнінде қошақан көшеде велосипед теуіп келе жатады. Ол тез жүріп келе жатқандықтан жолда келе жатқан сиырдың қолындағы шелекті қағып өтеді. Шелек құлап, ішіндегі сүт жерге төгілді. Тек 2 метр өткеннен кейін ғана қошақан әзер тоқтай алды. Орнынан тұрып, велосипедін ұстап тұрып, өз кінәсін мойындап, сиырға қарайды. «Ал, не дейсің?» деп ашулы түрімен сиыр сұрады, төгілген сүтті көрсетіп. «Апай, ұрыспаңызшы, мен әлі кішкентаймын ғой», деп қошақан велосипедке отырды да кете берді. Ал сиыр оның артынан қарап, басын шайқап қала берді. Сол күні қошақан өзінің досы Күшікке қонаққа барды. Күшіктің анасы оларды түскі асқа шақырды. Дастархан басында балалар әзілдеп күліп отырған кезде қошақан шынтағымен су ішкен кесесін кездейсоқ қағып алады. Ыдыс еденге құлап, сынып, су төгіліп, шыны сынықтары барлық жаққа ұшып кетеді. Күшіктің ата-анасы атып тұрып, шыныларды жинай бастайды, ал күшік төгілген суды сүртеді. Қошақан болса, кінәлі түрімен орнынан қозғалмай отырып қалады. Қошақан үйіне қайтарда, досы оны қақпаға дейін шығарып салды. «Сен неге менің ата-анамнан сынған кесемен төгілген су үшін кешірім сұрамадың?» деп күшік сыпайы сұрады. «Мен мұны әдейі жасаған жоқпын ғой, мен әлі кішкентаймын ғой», деп қошақан жауап берді де үйіне кетіп қалды. Кешкі ас кезінде қошақан анасына сиырмен кездескені туралы және күшіктің үйінде не болғаны туралы айтып берді. Анасы оны мұқият тыңдап, былай деді: «Балам, мен сені өте жақсы көремін. Сен кей кезде бір нәрселерді құлатып, немесе сындырғаның үшін ұрыспай жазаламайтынбыз баяғыда. Ол кезде сен өте кішкентай болдың. Кішкентай болғаның соншалық, сен жаңа ғана жүруді, қасықты ұстауды, аяқ киім киюді енді ғана үйреніп жүрген едің. Ал қазір сен ер жеттің және өз әрекеттерің үшін өзің жауап беруің қажет. Егер сен байқаусызда бірдеңені бүлдіріп қойсаң, міндетті түрде кешірім сұрауға және жасаған жағымсыз іс-әрекеттеріңді жоюға тырысуың қажет. Жарай ма? Мен бәрін түсіндім, анашым, абыройыңызды төккенім үшін кешіріңіз», деп қошақан жылады. «Көңілің түсірме, балам. Сен мен үшін мәңгі менің кішкентай қошақаным болып қала бересің. Бірақ бұдан былай сен ақылды, жауапкершілігі мол және сыпайы жан сияқты әрекет етуге тырысуың керек, балам. Жарай ма?» деп анасы басынан сипады. «Иә, мен уәде беремін», деп қошақан анасына мұңая қарады. «Ертең ең алдымен сиыр апайыңнан және ит апайыңнан кешірім сұрайсың. Келістік пе?» деп қосты анасы. Қошақан басын изеп келісті. Келесі күні анасы мен баласы бақшадан гүл жинап алып, екі әдемі гүл шоқтарын қолына алып, төгілген сүт пен сынған кесе үшін
Қошақан кешірім сұрауға кетті. Сиыр мен ит әрине Қошақанды кешірді. Өйткені ол шын жүректен айыбын мойындап, кешірім сұрауға келді. Осылайша біздің кішкентай бұзық Қошақанымыз нағыз ересекке айналды. Ол ұқыпты және сыпайы болды. Ол рахмет, өтінемін деп бірдеңе білдірсе әрқашан кешірім сұрайтын болды. Айналадағылардың бәрі осындай тәрбиелі және жауапты Қошақанды қатты жақсы көріп, құрметтейтін болды.